Аман есенсіздер ме, қымбатты қазақ елі, менің подписчиктерім. Мен сіздерге бүгін мына бауырдан рулет, қазақшасын орама десек болады. Сол рулет жасайын деп тұрмын. Алдымен мына өздеріңіз көріп жүргендей, мына пленкасын сылып аламыз. Асыл тастан өнер жастан шығады деп қазіргі біздің жастарымыз өте өнерлі ғой. Мен де жастардың артынан қалыспайын деп. Мына бауырдың түтікшелері, мына артық жерлерін алып тастаймыз. Өткенде құрбандыққа сойылған қойдың бауыры. Ал арнайы жасасаңыздар, құстың бауырымен жасасаңыздар да ол өте керемет, нәзік болады ғой. Міне бірінші кезекте бауырдан бастайын деп тұрмын. Бауырды блендердан өткізіп, блендер жоқ болса, кәдімгі ет тартқыштан өткізе бересіздер. Келесі кезекте міне пияз бен картошкасын бірге қоса салдым тартуға. Тұзымызды татығанынша. Қара бұрыш. Бір тал жұмыртқа. Міне келесі кезекте ұнымызды қосып, сүтті қосайын. Бисмилля деп, міне қымбатты көрермендер, келесі кезекте міне құймағымды пісіруге, құймақ қып пісіреміз ғой. Сол құймағымды пісіріп жатырмын. Қоюлау болып қапты. Міне екінші жағын аудардым. Кішкене қоюлау болып қапты, сүт қостым. Сіздерге кем-кетігін айтып отырайын. Қымбатты көрермендер, бұл жерде жұмыртқа жеке-жеке қуырылатын болады. Бұл да құймақ сияқты қуырылады. Оны вилкаменен әбден айырғашықпен әбден араластырып аламыз. Келесі кезекте міне мына чеснок, осыны үккіштен өткіземін. Соусын дайындаймыз. Сол үшін чеснокты үккіштен өткізіп, оны майонезбен бұрыш қоссаңыздар, бұрыш қосыңыздар, қара бұрыш өздеріңіздің қалауларыңыз біледі. Мен жаңа блинчигіне қосқамын. Енді міне сарымсағын қостым. Енді татығанша тұз саламын. Майонезі тағы аздап қосайын. Орама болғандықтан бұны ораймыз. Алдыменен жұмыртқасын
Міне қымбатты көрермендер, міне рулетім 4-еу шықты орама. Осыны енді 3 немесе 4 сағат холодильникке қойып қою керек. Менің рулетім орамам дайын болды. 4 сағат тұрды холодильникте. Міне қымбатты көрермендерім, менің рулетім дайын болды. Сіздерге бәрін көрсеттім. Егер де осы менің жасаған рулетім орамам ұнаса, сіздер де дәл осылай етіп жасап көрсеңіздер болады. Және пікірлеріңізді айтып, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.